Қайырлы күн, қандастар, қазақтар, бауырлар. Бүгін Серікжан Біләш деген бауырымыз жайлы біраз ақпараттар бере кетейін дегем. Өзімізде біраз жаңалықтардан біліп жатырмыз, біраз жаңалықтарды көріп жатырмыз. Қазір кикілжің жағдайларда қазақтың біраз азаматтарын, ақындарын, айтыскерлерін, құрмет тұтып жүрген азаматтардың бетіне терісін қаптап жүрген Серікжан Біләш жайлы. Сөзімді соңына дейін тыңдаңыздар. Мен жинаған ақпараттарын біразына көңіл бөліп тыңдаңыздар. Керең болмаңыздар. Таяз көпті көрмей, алысқа түкірмей, кішкене сөзді толығымен тыңдайық, түсінейік. Қытайдағы саяси жағдайларға байланысты сол жақта қазақтардың жағдай күннен күнге қиындап барады. Осындай қиын жағдайға жанған отқа май құюшылар да пайда болды. Біреулер сауатты түрде заңмен жұмыс жасап, жағдайды жеңілдетуді ойласа, енді біреулер айғай сүреңге салып, ахуалды одан арман қиындатуға әрекет жасауда. Міне соның бір емес-ау, көш басшысы интернет бетінде Жарқын Жеті деген атпен танымал болған Серікжан Біләш деген азамат. Шында да бұл Жарқын Жеті деген кім, ол қайдан шыққан қайраткер, мақсаты не деген сұрақ бәріңізді ойландыруы мүмкін. Сондықтан мен осы сұрақтардың жауабын іздегенді жөн көрдім. Жарқын Жеті 2009 жылдан бері Қытайдағы қазақ сайттарында 1001 сапар атты жазбалармен танымал болған. Әрине өзінің жазбаларымен емес, Қазақстанның ақпаратынан бейхабар жұртқа ол жазбалардың барлығы Жарқын Жетінің өз жазбасы болып көрінген. Ол жақсы жазбаларын бәрін қайдан алды? Алаш, Жас Алаш, Жас Қазақ, Айқын, Алтын Орда деген сияқты газеттердегі жарық көрген мақалаларды өзінің мақаласы ретінде жазып шығарды. Өзінің мақаласы деп шығарып тарата бастады. Жарқын Жеті сонымен бірге Қытайда қазақ сайттарында Қытайға қарсы ақпараттар жазып, Қытай қазақтардың рухани әлеміне қызмет жасап, қазақ еліне қазақ сайттарынан ақпараттар жеткізіп отырған. Сен қазақ күлтегін сияқты сайттарды арандату сипатындағы мақалаларды көптеп шығару арқылы аталған сайттардың жабылуына себепші болған. Біреу білсе, біреу білмес. Бұл күнде сол сайттардың маңайындағы жігіттердің елге жұртқа айтары көп көрінеді. Жарқын Жеті осы жазбаларын көптеп оқыған, басқа кітаптар мен ақпараттар оқымаған бір бөлім жасар Жарқын Жетіге имандай үйді. Олардың өздері көзімізді Жарқын Жеті ашты деп жиі айтады. Ал Жарқын Жеті көз ашқандар дәуіріміздің шолақ белсенділері әскерін құрады. Жарқын Жеті Қытайда қазақ сайттары жабылғаннан кейін WeChat пен WhatsApp'ты пайдалана бастады. Өздеріңіз де білесіздер, осы WeChat чат арқылы қаншама қазақ сотталып кетті. Түрлі информациялар, түрлі материалдар таралуының кесірінен. Осы WeChat пен WhatsApp желісінде түрлі топтар Қытайға байланысты үндеулер мен лекциялар оқуға көшті. Қытайдың саяси жағдайы мен ол жақта қазақтар жайында сөз қозғап, барлық елді Қытайға қарсы тұруға үгіттеді. Қытайда қазақтар мәселесін өзі сияқты айғайлап, ашынып айтпағандарды ұлт сатқын ретінде көрсетті. Фейсбукке Анар Атабай деген атпен тіркеліп, Қытайдағы қазақтар жөнінде толық емес расталмаған ақпараттарды таратумен болды. Ол жерде де өзіне қарсы пікір білдірушілерді көкөйсекке теріс мінгізіп жіберді. Жарқын Жеті Қытайда қазақтар саяси қысымға ұшырамай тұрғанда Қазақстанға көш атты WeChat топ құрып, Қытай билігін жамандап, онда қазақтарды Қазақстанға көшуге ашық шақырған еді. Міне осы сияқты әрекеттер мен түрлі үндеулер арқылы сондағы талай қазақтың қазіргі айтылып жүрген саяси үйренуге кіруіне себепкер болған екен. Кейбір дереккөздерге сүйенер болса, қазіргі Қытайдағы ұсталған қазақтардың басым бөлігі осы адамның түрлі үндеулерін тыңдағандар болып табылады. Яғни WeChat, WhatsAppқа түрлі лекциялар, Қытайға қарсы лекциялар жазып, жалпы қазақтың сөзін сөйлеген, қазақтың жоғын жоқтаған, инедейді түймедей көрсеткен Серікжан Біләш деген бауырымыздың осы жазбалары арқылы қаншама қазақ жастарымыз сол топтарға кіріп, сол топтарда тыңдалған Қазақстан көш атты WeChat'та топта отырған үшін сотталып кетті. Міне осы істеріне қарай отырып, Жарқын Жеті Қытай билігіне және онда қазақтардың саяси қысымға алуына, яғни қазақтар саяси қысымға алуына орай тудырып берді. Сөйтіп берді емес, орай тудырып берді деуге де болады. Негізі өзі Жарқын Жетінің жақтастары мен сарбаздары оны мақтаймын деп тағы да біраз шикіліктерін шығаруда. Жарқын Жеті ақпарат құралдарына Қытайға қарсы ақпараттар оқша боратып жүргенімен, оның өзінің неше жыл бойы Қытайлармен жұмыс жасағанын, яғни Қытайларға тікелей жұмыс жасаған, қазір
қалтасының қалың екендігін айтады. Жақында ғана Мұхтар Шаханов ағамыздың офисін сатып аламын деп қанша миллион болса да біраз шулатқан болатын. WhatsApp'та жарқын жеті мақтаған бір азамат оның 2 отар қойы Алматы қаласында 3 үй бар екендігін айтқан болатын. Сонымен бірге жарқын жеті осы жылдар ішінде жылына неше рет шетелге демалысқа барып тұратыны айтылады. Гонконг, Макао, Токио, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Түркия арасында қауындықтың жолы қылып алғанын айтылады. Дубайдың өзінде жатып жылап еңіреген интернетте сөз болып жүр, яғни Дубайда жатып еңіреп жүрген азаматтардың бірі. Шынында да жарқын жеті Алматыда өзі тұрып жатқан 2 қабатты үйінен басқа қалада тағы 3 үй бар екенін анықталды. 3 үйді шешесінің атына жаздырғанын және үшеуін бір күнде алған. Алматы қаласы Алатау ауданы Ақкент шағын ауданынан 25 үйдің 28, 29, 36 пәтерлерінің шешесі Нұрболат Мариғазының атымен 2011 жылдың 18 қарашасында алыпты. Бірақ жарқын жетіге дейін лақап аты қолданған Серікжан Біляш кәсіпкер ретінде ешқайда тіркелмеген, ИП-да жоқ, тым-да жоқ, қазақ еліне бір тиын салық төлемеген. Сонда бұл байлықтарға ол қалай ие болып жүр? Тағы да бір айта кететін, Серікжан Біляштың бірінші әйелінің ұлты Қытай екені анықталды. Осыған қарап Қытай үкіметі күйеу баласын қаржыландырып, Қазақстанға Қытайға қарсы күшті өздері қолдан жасап отырма деген ой мазалап отыр бізді. Жалпы бауырлар, қандастар, көзді ашып ойланайық. Келесі жазбаны, осының астына тағы да бір келесі жазбаны жібердім. Сол жазбаны толығымен тыңдап шығайық.